Бірнеше жұлдыз белгілері алдағы 2024 жылы қосымша табыс көздерін тауып, ақшаны сәтті инвестициялап тіптен байып кете алады. Әрине, жұлдыз жорамалға сену-сенбеу әркімнің өз еркінде. 2024 жылы, яғни ұлу жылы қандай болмақ? Кімдер үшін табысты болмақ? Кімдер көп қаржыға қол жеткізеді? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны қарап шығыңыз. Жыл басы барлық жұлдыз белгілері үшін салыстырмалы түрде тыныш болады. Тұтастай алғанда 2024 жыл асығыстыққа бой алдырмау қажет. Жалқаулық пен үмітсіздіктен аулақ болған жөн. Көптеген адамдар өз мақсаттарына қол жеткізе алады. Ал 2024 жыл кібісе жыл болғанымен, сәттілік, мансаптық өсу және махаббат жолында көп жұлдыз белгілерін қуантады. 2024 жылға жеңіл кірсеңіз, оны да солай өткізесіз. Ұлу жылы биік мақсаттар қойып, оны мерзімнен бұрын аяқтауға қолайлы. Көктен шұға жауады деп күтудің қажеті жоқ, бірақ нақты қадамдар жасаудан қорықпау қажет. Сонымен, тоқты, жаңа жыл үлкен өзгерістердің аясында өтеді. Қорықпаңыз, сіз жаңа жобаларға дайынсыз, жауапты және жігерлісіз. Мақсатыңызға жетуге ешкім кедергі бола алмайды. Қарым-қатынас үшін тыныш жыл болады. Қаржы жағынан 2024 жыл тұрақты өсім әкеледі. Инвестицияларға назар аударуды ұмытпаңыз. Өйткені ақша сіздің өміріңізге әрқашан толқынмен келеді. Кібісе жылға қарамастан, сіз қазір өсу мен өркендеу кезеңін бастан өткеріп жатырсыз. Торпақ. Жаңа жылда торпақтарды жаңа жобалар мен іскерлік келіссөздер күтіп тұр. Бірақ бұл қиындықсыз болмайды. Проблемалардан қорқудың қажеті жоқ. Дұрыс көзқараспен сіз өз тапсырмаларыңызды тез орындайсыз, ал сыйақылар сізді таң қалдыратын болады. Жалпы 2024 жылы торпақтың табысы айтарлықтай жақсы болады. Егер сіз өз алдыңызға бюджетті көбейту міндетін қойсаңыз, оған қол жеткізуге тырысыңыз. Тағдырдан мейірімділік күтпеңіз. Егіздер. 2024 жылы көшбасшылық қызметте жүрген егіздер үлкен пайда көреді. Қалғандары әріптестермен және басшылығымен ортақ тіл табысуға мәжбүр болады. Жылдың екінші жартысы кәсіби өсу мен оқу үшін қолайлы кезең. Дегенмен түбегейлі өзгерістерден аулақ болу керек. Егіздер өздерінің шығындарына мұқият болуы керек. Бұл олардың жыл ортасында ақша дағдарысына ұшырамауына көмектеседі. Егер егіздер несие немесе ипотека алғысы келсе, онда бұл мәселені жылдың екінші жартысында шешкені жөн. Шаян. 2024 жылы шаяндар үшін мансаптық өсу сатысы болмақ. Қазір жоспарлау, үйрену және алдағы мүмкіндіктер туралы сөйлесу кезеңі. Сіз жеңіске қарай тұрақты қадам басып келе жатырсыз. Жалғызбасты шаяндар тағдырлы кездесулер күтіп тұр. 2024 жылы қаржы тұрғысынан шаяндар ұзақ уақытқа жұмыс істеуді үйрену керек. Қолыңызда бар нәрсені санауды және пайдалануды үйреніңіз. Банктік шотқа ақшаны депозитке салуға болады. Бірақ үлкен кірісі бар инвестициялармен, тәуекелді инвестициялармен айналыспаған жөн. Арыстан. Арыстан үшін 2024 жыл өсу мен өркендеу кезеңі болады. Өзіңізді аямаңыз. Сіз кез келген жұмысты жеңе аласыз. Биылғы жылдың ұраны қазір немесе ешқашан. 2024 жыл үлкен ақша келеді. Бұл таңғаларлық емес, сіз көп жұмыс жасайсыз, бірақ ғалам бірнеше жағымды тосын сыйлар береді. Арыстандар лотерея ұтып алады, қымбат сыйлық немесе мұраға ие болады. Бикеш. Жауапкершілігіңіз, ұқыптылығыңыз, еңбекқорлығыңыз тек бастығыңызды ғана емес, әріптестеріңізді де қызықтырады. Уайымдамаңыз, қиындықтар сізді тек күштетеді және мансаптық өсуге жол ашады. Зодиак шеңберінің басқа гүлдеріне қарағанда бикештердің жолы болған сияқты. Өйткені олар тек жұмыста ғана емес, жеке өмірінде де үйлесімділік таба біледі. Бикештер әрқашан ақшаға сезімтал болады. 2024 жыл сіз өзіңізді аздап босата аласыз. Көптен армандаған нәрсені сатып алады немесе сапарға шығады. Сізді одан әрі ақша табуға ынталандыру үшін сізге шабыт қажет. Сондықтан оны ояту қажет. Таразылар. Тек шығармашылық ойлау таразыларға 2024 жылы мансабында серпіліске жетуге көмектеседі. Таразыларға жеке қарым-қатынас орнату әлде қайда оңай болады. 2024 жыл таразылардың күш-жігері марапатталады. Бизнеске араласқан таразылар жылдың ортасында тәуекелге ұшырауы мүмкін. Сондықтан құжаттар мен жаңа келісім шарттар жасауда абай болыңыз. Саршаяндар.
Саршаяндар өмірге деген көзқарасын әсіресе мансап тұрғысынан қайта қарауға мәжбүр болады. Олар бәрін нөлден бастап жаңа мамандықты меңгеріп, сонда табысқа жетуге шешім қабылдауы мүмкін. Әлем тәуекелге бел буудан қорықпайтын, эксперименттерге баратын және өз өмірін нақты бақылауды сезінетіндерді жақсы көреді. Саршаяндар қаржылық тұрғыдан белсенді болуы керек. Ақша табудың әртүрлі нұсқаларын қарастырыңыз. Ақша 2024 жылы жұмыс істеу керек. Назар аударыңыз, кейбір мәселелер дайындықты қажет етеді, әсіресе инвестицияға қатысты. Мерген. Жыл басында мерген тау қопарардай сезімде болады. Жыл ортасы белгіленген ережелерге сәйкес өтеді. Бірақ қыркүйектен бастап мерген қолынан келген ісінен ләззат ала бастайды. Жалпы биылғы жыл мерген үшін отбасы символының астында болады. Тауешкі. Тауешкі 2024 жылы орын ауыстыру туралы ойлайды. Сондықтан олар басқа жұмыс орындарын іздей бастайды. Егер сіз қиындықтарға тап болғыңыз келмесе, көшуді 2025 жылға дейін қалдырыңыз. 2024 жылы тауешкі инвестицияға абай болуы керек. Суқұйғыш. Ақпан айында үлкен жобаларды қолға алу керек. Қаржыны ретке келтіру қажет. Жыл ортасында біраз шығын болуы мүмкін. Сондықтан алаяқтардың құрбанына айналудан сақ болыңыз. 2024 жыл сыртқы түріңізді өзгерту үшін тамаша кезең. Бюджеттің бір бөлігі сұлулық салонына, фитнеске және дұрыс тамақтануға ауыстыруға көңіл бөліңіз. Балықтар. 2024 жылы жұмыста не болмаса, бұл сіздің мансабыңызда жаңа тарау болады. Сәтсіздік немесе жеңіс. Бәрін тәжірибе ретінде қабылдаңыз. Өзіңізді төмендетпеңіз. Негізгі қаржылық қозғалыстар бірінші жарты жылдықта болады. Қыс айлары ақша табуға өте қолайлы кезең. Көбірек үнемдеуге тырысыңыз. Тапқаныңызды бизнеске салыңыз. Мансаптағы тұрақсыздыққа қарамастан, 2024 жыл сіз үшін қаржылық көтерілу уақыты болады. Бизнеспен айналысатындар үшін өте қолайлы жыл болмақ. Олар өте көп сауда жасайды. Әрі табысты болмақ.